Биыл Қазақстан халқы ассамблеясына 30 жыл, ал Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті жанында құрылған кафедраға 10 жыл. Осыған орай достық үйінде қоғамдық келісім мен этносаралық толеранттылықтың қазақстандық моделі атты халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Тағылымды іс-шараға зиялы қауым өкілдері, сарапшылар, оқытушылар мен студенттер қатысты. Конференцияның шымылдаған жиынға мұрындық болған Махамбет университетінің ректоры Нұрлан Серғалиев ашты. Баяндамасында кафедраның 10 жылда атқарған еңбегіне шолу жасап, маңызды бағыттарды атап өтті. Махамбет атындағы Батыс Қазақстан университетінде Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасы ауқымды жұмыстар атқарып келе жатқанына 10 жыл толды. Біз студенттерге қоғамдық келісімнің құндылықтарымен дәреттеп, ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Бұл кафедра жас ұрпақтың бойына бірлік пен ынтымақ идеясын сіңіретін этносаралық қатынастар мәдениетін қалыптастыратын маңызды алаң. Осы конференция аясында өзара тәжірибе алмасып, қоғамдағы тұрақтылықтың келісімді нығайту жолдарын бірлесіп талқылаймыз деп сенемін. Баршаңызға жемісті еңбек, тың идеялар мен табысты жобалар тілеймін. Конференцияның мақсаты Қазақстан халқы ассамблеясының қызметіне ғылыми баға беру. Жиын барысында ғалымдар мен сарапшылар этнос аралық келісімнің қазақстандық моделі, ұлттық саясат, халық дипломатиясы және толерантты сананы қалыптастыру мәселелері бойынша баяндамалар жасап, өзара пікір алмасты. Астана қаласынан келген саяси ғылымдар докторы Лев Николаевич Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің профессоры, Шаңырақ Қазақстан халқы ассамблеясы кафедралар қауымдастығының төрайымы Наталья Калашникова баяндама жасап, Қазақстан халқы ассамблеясы ұлттық бренд және халық дипломатиясы институты ретінде тақырыбын көтерді. Баяндамасында еліміздегі қоғамдық келісім мен этнос аралық байланыстарды нығайтуда атқарылған жұмыстарға тоқталып, ассамблеяның маңыздылығына тоқталды. Қазақстан халқы ассамблеясы барлық өңірлер үшін өзіндік ерекшеліктері бар қарым-қатынас моделін құрастырды. Бұл модельдің басты мақсаты ғылыми, білім, әлеуметтік қоғамдық маңызы бар жобалар және жастармен жұмыс кезінде үлкен көмек болмақ. Осы тұста ғылыми тәжірибелік топтың, достық үйінің, қоғамдық келісім ұйымының, этнос аралық бірлестіктердің, ассамблея жастарының атқарған жұмыстары орасан зор. Сол жандардың арқасында жұмысымыздың нәтижесін көріп отырмыз. Халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция барысында қоғамдық келісім, этнос аралық төзімділік және Қазақстан халқы ассамблеясының рөлі талқыланып, маңызды баяндамалар ұсынылды. Жиын аясында университет басшылығы Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасының орынбасары Марат Әзілхановтың атынан берілген алғыс хатпен марапатталды. Конференция соңында қатысушылар Қазақстан халқы ассамблеясының бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтудағы рөлін жоғары бағалап, алдағы уақытта осы бағыттағы жұмыстарды жалғастыру қажеттігін атап өтті.